Шүкіршілік бұл әлемдегі ең күшті ұлы эмоциялардың бірі. Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Ақерке. Бүгінгі тақырып квантовый әлемге өту туралы болады. Жалпы біздің миымыз осындай 4 бөліктен тұрады. Альфа, бета, тета, дельта. Бастапқы екеуі көріп тұрғаныңыздай 5% ақпарат бұл біздің саналы түрде шешім қабылдағанның нәтижесі. Ал қалған 95% бұл бейсаналы түрде жасалатын біздің миымыздың бөлігі. Қазіргі сіздің күйіңіз, қазіргі сіздің болмысыңыз, қазіргі сіздің жағдайыңыз ол сіздің жаңағы 95% ақпараттың продуктысы болып тұр. Сондықтан сіз бұл 95% ақпаратты аздап өзгертуге мүмкіндіктеріңіз бар. Және біз қазір квантовый поле туралы айтып тұрғаным болғандықтан, оған біз қалай өтуіміз керек, сол туралы айтайын. Ол үшін ең бірінші міндетті түрде өзіңіздің нақты ниетіңізді, арманыңызды, мақсатыңызды анықтап аласыз. Мысалға сіздің ниетіңізді, мақсатыңызды N деп алайын. Сіздің мақсатыңыз жақсы жұмыс табу. Сіздің қазіргі жұмыс жасап жүрген жұмысыңыз сізге ұнамайды, бірақ сіз өзіңіз жақсы көретін, бос уақытыңыз көп болатын, шетелге шығуға, саяхат жасауға мүмкіндік беретін, және өзіңіздің қазіргі айлығыңыздан 2-3 есе көп ақшасы бар жұмыс тапқыңыз келеді. Өзіңізге қажетті шарттарды былай жазасыз бір шетіне, екінші шетіне, егер осы жағдай орындалған жағдайда сізде қандай эмоция болатын еді, соны жазасыз. Ол қуаныш, бақыт, өзіңе деген сенімділік, өмірге деген құштарлық, шүкіршілік, бұның бәрін жазыңыз. Енді бізде нақты арманымыз, жаңағы ниетіміз бар. Сіз күніге 10-15 минут уақытыңызды таңертең кешке бөлетін болсаңыз, бұл менің ойымша жеткілікті, егер оны күн сайын дағдыландырып, күн сайын жасасаңыз. Неге таңертең кешке? Өйткені таңертең біздің миымыз максимально кез келген ақпаратқа дайын, ал кешке жатардың алдында біздің түп санамыз 100%-ға ашылады. Ол ешқандай информацияны сүзгіден өткізбейді. Сондықтан бұл күшті мүмкіндік. Сол себепті кешке осындай санаңызға кіргізетін заттарды кешке айту керек, кешке ойлау керек, визуализировать ету керек. Осы күйді бойыңыздан өткізесіз, әсіресе жаңағы позитивный энергияны, позитивный эмоцияларды өткізген кезде сіздің энергетикаңыз және сіздегі денеңіздегі толқындар, миыңыздың толқындары өзгереді. Сіздің жаңағы ниетіңіздің толқындары мен сіздің денеңіздің толқындары энергетикалысы бір-біріне сәйкес келгенде олар автоматты түрде бір-бірін тартады. Сондықтан бұл қалай, қашан, кімнің көмегімен орындалады, ол маңызды емес. Ол бастысы орындалады. Енді сіз квантовый полеға өткен кезде сіздің миыңыз материалдық және физикалық заттарға тәуелді болмайды. Сіздің миыңыз тек қана квантовый полядағы шексіз мүмкіндіктердің бақылаушысы ретінде ғана қалады. И квантовый поляда сіздің, яғни бақылаушы, внимание қалай кетеді, сол жақта энергияның бәрі сол жақта. Яғни сіз бақылаушы болдыңыз, сіздің энергияңызды жіберген затыңыз 100% орындалады. Кейбір адамдар өзіне керек ситуацияны елестете алады, бірақ оған эмоциясын қоса алмайтын адамдар болады. Мысалы, қуаныш, сенімділік деген сияқты да. Егер ондайды білмейтін болсаңыз, егер қоса алмасаңыз, тек благодарность, яғни шүкіршілік эмоциясын қосыңыз болды. Өйткені шүкіршілік бұл әлемдегі ең күшті ұлы эмоциялардың бірі. Квантовый әлемге медитация арқылы да кіруге болады. Оны мен өткендегі видеода көрсеттім. Ол сіздерге түсінікті болған шығар деп ойлаймын, бірақ кейбір адамдар сағаттап олай отыра алмайтын адамдар болады. Өйткені қиын. Сондықтан осындай 10-15 минуттық практика сіздерге көмектеседі деп ойлаймын. Сол себепті егер менің ақпаратым сіздерге пайдалы болған болса, маған лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіз болады. Менің 7 подписчигім бар, мен оған қуаныштымын. Мүмкін біреуге менің ақпаратым пайдалы болады деген үміттемін. Пока.